10-шы тарау. Ақшаның иісі. 1519 жылы конкистадорлар тобын басқарған Эрнан Кортес Мексикаға баса көктей кіріп, адамзат қауымына тағы бір әлемді ашты. Жергілікті тұрғындар, ацтектер, келімсектердің әлдебір сары металға аса құмарта қарайтынын байқады. Тек сол металл туралы айтады. Жергілікті адамдар да алтынмен таныс еді. Жұмсақ, созылмалы, өңдеуге оңай көндігеді. Одан мүсіншілер мүсіндер қойып, зергерлік әшекейлер жасады. Алтын ұнтағын кейде айырбас құралы ретінде пайдаланды. Ацтектер көбіне көп какао бұршақтармен немесе мата кесіндісімен есеп айырысты. Сондықтан да испандықтардың алтынға аш көздене қарауы оларға түсініксіз еді. Ақ адамдар бұл металдың несіне қызғады? Тамақ қылуға келмейді. Одан киім де тіге алмайсың. Тіпті тым жұмсақ болғандықтан аспап сайман немесе қару-жарақ жасауға да жарамайды ғой. Олар испандықтардың неліктен алтынға құмарлығын сұрағанда, Кортес, себебі біз жүрек кеселіне шалдыққанбыз, оны тек алтын ғана емдеп жазады, деп жауап беріпті. Шын мәнінде, бұл испандық басқыншылар шыққан Афро-Азия әлеміне тән нағыз рухани дерт еді. Бұл әлемдегінің баршасы, тіпті бітіспес дұшпандар да бір мақсатқа, алтынға ұмтылды. Көп алтынға. Мексиканы бағындырғанға дейінгі 3 ғасыр бойы Кортестің ата-бабалары мен оның солдаттары Иберия түбегі мен солтүстік Африкадағы мұсылман ұлыстарына қарсы қан құйылы діни соғыстар жүргізді. Исаның ізбасарлары мен Алланың құлдары бір-бірін 10 мыңдап қырып, егістіктер мен бау-бақты ойрандады. Гүл жайнаған қалаларды бықсыған қиратындыға айналдырды. Осының бәрін Исаның даңқы немесе Алла тағаланың разылығы үшін істеді. Біртіндеп христиандар еңсере бастады. Жеңістерін мешіттерді қиратып, шіркеулер салумен ғана атап өтпей, олар крес бейнеленіп, дұшпандарын жеңуге қолдау көрсеткен Құдайға разылықтары жазылған алтын және күміс монеталар соқты. Мұсылман жеңімпаздар араб әліпбиімен «Алладан басқа Құдай жоқ, Мұхаммед оның елшісі» деген жазу өрнектелген ділдаларды соғып таратты. Тіпті француздық католик епископы Мельгея мен Агда мұсылмандарға үйреншікті ділдалардың айнымайтын көшірмесін жасады. Оны Құдай жолындағы христиандар құлшына пайдаланды. Майданның арғы беті де төзімділік танытты. Мұсылман саудагерлері солтүстік Африка аумағында христиан монеталармен, флоренциялық флоринмен, венециялық дукатпен, неаполитандық джилиатомен есептесті. Тіпті христиандарға қарсы джихадқа шығуға үндейтін мұсылман билеушілері Иса мен Мәриям ананың аты бар монеталармен төленген салықты құлшына алды. Мынау қанша тұрады? Аңшылар мен терімшілер ақшаны білген жоқ. Адамдардың әр тобы іс жүзінде еттен бастап, емдік дәріге, аяқ киімнен бастап, тұмарға дейінгі қажет еткен нәрсенің бәрін аңшылықта қолға түсірді. Тауып алды немесе қолдан жасады. Топ мүшелерінің арасында міндеттер тең бөлінбеуі мүмкін, алайда тауарлар мен көрсетілетін қызмет түрлері өзара міндеттілік тетігі арқылы бөлінді. Тегін берілген бір кесек ет болашақта әлдебір қайтарымды, мысалы ақысыз медициналық жәрдемді талап етті. Адамдардың бұл тобы экономикалық тұрғыдан бір-біріне кіріптар болған емес. Сырттан олар жартымсыз, тек өз мекендерінде кездеспейтін нәрселерді ғана, бақалшық, бояу, обсидиан және тағы басқаны алды. Мұндайда, саған әдемі бақалшық берейік, сапалы шақпақтасқа айырбаста дейтін айырбасты іске қосты. Аграрлық революция басталғанда да көп ештеңе өзгере қойған жоқ. Адамдар бұрынғысынша ұйысқан шағын ұжымдармен өмір сүрді. Аңшылар мен терімшілер тобы сияқты әрбір қоныс толыққанды экономикалық қауым болды. Экономикалық байланыстары өзара қызмет көрсету мен міндеттер арқалауға, сондай-ақ сыртқы әлеммен ептеп айырбас жасауға сайды. Біреу шәркейді жақсы тікті, ал біреуі емшілікке төселіп алған. Міне, сондықтан көршілер жалаң аяқ жүруден зәрезап болса немесе ауырып сырқап қалса, кімге жолығу керегін білді. Бірақ тым шағын қоныстың қоры өте шектеулі еді. Етікшіні де, емшіні де толық еңбек күнінде ұстауға
шамасы жетпеді. Қалалар мен патшалықтар пайда болып, көліктік инфрақұрылымның дамуына орай жаңа мүмкіндіктер ашылды. Көп тұрғынды қалаларда кәнігі етікшілер мен дәрігерлер ғана емес, ағаш ұсталары, діни қызметкерлер, заңгерлер мен солдаттар төбе көрсетті. Бір қоныс тұрғындары шарабмен, келесісі зәйтүн майымен, үшіншісі қыш ыдыстарымен даңқын шығарды. Енді олар нақ осы тауарды өндіруге мамандану пайдалы екенін және оған басқа жатақтар мен қалалардан керек нәрселерін айырбастап алуға болатынын ұқты. Бұл ақылды адам еді. Топырақ пен климат барлық жерде бірдей емес. Ауа райы мен топырақ құнары жүзімдікке қолайлы өңірлерден дәмі тіл үйіретін сусындар ағылып төгілсе, өз жүзімдігінен сыққан нашар шарапты малданып керегіне. Маңайдағы сайдан қазып алған сазбалшықтан шарап қайнатушысының ыдысынан әлдеқайда берік әрі әдемі қыш құмыра жасай алсаң, айырбасқа салатын тауар дегенің сол емес пе? Дәрігер мен заңгерлерді айтпағанда, шарапшылар мен құмырашылардың өз ісіне мамандануы өнерлерін баршаның игілігіне жаратуға мүмкіндік берді. Осы тұста бір мәселе пайда болды. Осыншама мамандар арасындағы тауар алмасуды қалай ретке келтіру керек? Өзара қызмет көрсету мен міндеттер жүйесі оған адамдардың бірін-бірі танымайтын үлкен тобы кіріккен кезде жұмыс істемей қалды. Қарындасқа немесе көршіге көмектесу бір басқа, ал еш қайтарымы болмау әбден мүмкін бөгде жанға көмектесу мүлде басқа. Демек, қайтадан айырбас керек шығар. Айырбас үшін өнімдердің аз ғана мөлшері тиімді, онымен күрделі экономика орната алмайсың. Айырбастың мүмкіндігі мен шектеулілігін айқын түсіну үшін қырбасында алма бағым бар деп ойлаңыз. Онда бүкіл өңірде кездеспейтін шырыны бал татыған ең тәтті жеміс өседі. Онда ақ тер, көк тер болып еңбек етесіз. Жаз бойы аяқ киіміңіздің тоз-тозы шығып, жыртылып бітеді. Есегіңізді арбаға жегіп, өзен бойындағы қалаға беттейсіз. Өйткені көршіңіз базар алаңының оңтүстік шетінде етікші тұратынын, өзіне мықты кебіс тігіп бергенін, міне, енді соны 5-ші жыл киіп жүргенін айтқан. Етікшінің шеберханасын тауып, алмаға кебіс айырбастауды ұсынасыз. Етікші абдырап қалады. Кебістің өтемі ретінде қанша алма сұрау керек? Күн сайын оған ондаған сатып алушы келеді. Біреу бір қапшық алмасымен, келесісі бидай, үшіншісі ешкісін жетекке алып, немесе мата әкеліп береді. Тіпті бірдей тауардың сапасы әртүрлі ғой. Ал кейбіреулер материалдық емес нәрселерді, айталық өзінің білім-білігін ұсынады. Етікшінің арқасындағы шаншуды емдеп беремін дейді, немесе билеушінің атына хат жазып бере алатынын айтады. Соңғы рет етікші кебісті алмаға 3 ай бұрын айырбастаған. Сонда қанша алып еді? 3 әлде 4 қапшық па? Есінде жоқ. Оның үстіне әлгілер жазықта өскен ащы алмалар еді. Алмалар қыратта піскен жоғарғы сұрыпты жемістер ғой. Тағы бір жағынан, ана алмаларды көлемі шағын әйел кебісінің өтемі ретінде алған еді. Мына сатып алушыға ер адамның үлкен аяқ киімі керек. Басына тағы бір ой келді. Жуырда ғана мал өлім-жітімге ұшырады. Былғары қазір аса зәру болып тұр. Былғаршылар бір ай бұрынғыдай емес, шикізат үшін дайын кебістен де қымбат алады. Мұны да есептеу керек. Солай емес пе? Айырбасқа негізделген экономикада етікші де, бағбан да күн сайын 10 шақты әр алуан тауардың салыстырмалы құнын қайта-қайта шотқа қағып отыруға тура келеді. Базарда 100-деген тауар сатылса, 4950 бағалық жұпты баста ұстау керек. Ал енді тауарлар 1000 болса, онда 499500 жұп қажет болады. Бұған қалай шамасы келеді? Бұдан әрі қиындай береді. Тіпті кебістер жұбының бағасын алмаға шағып есептей алсаңыз да, мұның өзі сатып алуға кепілдік бере алмайды. Мәміле жасалу үшін екі жақтың келісімі керек. Етікші алманы ұнатпаса, әрі баса әйелімен ажырасу туралы оймен қатып отырса ше? Әрине, бағбан алманы жақсы көретін адвокатқа барып, шеу барлық мәселе жөнінде келісімге келе алар еді. Адвокаттың жер ұрасы алмаға толып тұрса, өз шашын қидырғысы келіп отырса ше? Кейбір қоғам орталық айырбас жүйесін құрып, бұл мәселенің шешімін табуға тырысты. Жұрттың бәрі оған өз тауарларымен көрсететін қызмет түрлерін тапсырады да, айырбасқа бөлушіден өзіне қажет нәрсені алады. Тап осындай ұлы тәжірибе
Кеңестер одағында жасалды, бірақ сәтсіздікке ұшырады. Әркім мүмкіндігіне қарай жұмыс істейді, ал талап еткенін алады. Іс жүзінде әркім қолынан келгенше және барынша аз жұмыс істеп, ал көтергенше ала алады. Мейлінше ұтымды, мейлінше табысты сынақтар, мәселен, инктер империясында жасалды. Ал қоғамдардың бірталайы сан алуан сирек мамандықтар арасында айырбасты жүзеге асырудың әлде қайда қарапайым тәсілін, ақшаны ойлап тапты. Бақалшық пен темекі. Ақшаны жер шарының әр түпкірінде бір-бірінен тәуелсіз түрде бірнеше рет ойлап тапты. Бұл жаңалық технологиялық жаңашылықты талап етпейді. Бұл таза қалпында зияткерлік екпін саналады. Ұжымдық қиялда ғана өмір сүретін тағы бір интерсубъективті шындық төбе көрсетеді. Ақша дегеніміз міндетті түрде монеталар мен банкноттар емес. Адамдар тауарлар мен қызмет түрлерін айырбастау үшін жүйелі түрде пайдалануға келіскен, сол арқылы басқа заттың барлығының құнын есептеуге жарайтын нәрсенің бәрі ақша бола алады. Ақшаны ойлап табу арқылы алуан түрлі заттардың алма, аяқ киім, неке, ажырасу ісі бағасын тез әрі оңай есептеп шығарып, кедергісіз айырбас жасау, артылғанын оңтайлы ретпен сақтау мүмкіндігі артты. Ақшаның ең таныс үйреншікті түрі белгілі бір көлеммен пішімдегі бір кесек металл, монета. Бірақ ақша адамдар монета жасауға машықтанғанға дейін пайда болды. Көптеген қоғам валюта ретінде бақалшықтарды, малды, терілерді, тұзды, дәнді, моншақтарды, маталар мен борышкерлік қолхатты пайдаланып өркендей өсті. Каури, тропиктік ұлулардың қабықшасы 4000 жыл бойы бүкіл Африкада, оңтүстік және шығыс Азия мен мұхит аралдарында айналымда жүрді. 20 ғасыр басына дейін британдық Угандада алым-салық каури бақалшағымен жиналды. 26 сурет. Ежелгі Қытай жазбаларында каури бақалшығы ақша ұғымын білдіріп, сату немесе сый-сияпат жасау мағынасына ие болды. Әскери тұрғындардың түрмелері мен лагерлеріндегі валюта қызметін темекі атқарды. Тіпті шылым шекпейтіндер ақша орнына темекі алды, өйткені онымен бүкіл тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің құнын есептеуге болатын еді. Освенцимді тірі қалған адам лагерлік баға жүйесін былай сипаттады. Бізде жұрттың бәрі мойындаған өз валютамыз темекі айналымда жүрді. Кез келген заттың құны темекімен белгіленді. Әдеттегі уақытта, яғни газ камерасында кандидаттар лагерге тұрақты түсіп тұрған кезде бір қалашынан 12, маргариннің 300 грамдық орамы 30, сағат 80-200, спиртті ішімдіктің литрі 400 темекі тұрды. Шын мәнінде, қазіргі кезде де монеталар мен банкноттар ақшаның ең көп таралған түрі емес. Жалпы ақша жиыны 2006 жылы 473 триллион долларды құрады. Бірақ монета мен банкноттың мұндағы үлесі 47 триллион долларға жетпеді. Барлық ақшаның 90%, 400 триллион доллардан астамы тек компьютерлік серверлерде ғана тұрды. Қомақты мөлшерде қаржы төлеу барысында ешкім банкноттарды немесе монеталарды пайдаланбайды. Тек қылмыстық топтың мүшесі шабадан толы ақшамен үй сатып алады. Адамдар тауарлары мен қызмет түрлерін электрондық деректерге айырбасқа беруге келіскендіктен, бұл тіпті жылтыраған монеталар мен шытырлаған банкноттардан қолайлы көрінеді. Мұндай ақша ешқандай орын алмайды. Оларды сақтау мен қадағалап отыру оңай. Күрделі коммерциялық жүйе алуан түрлі ақшасыз жұмыс істей алмайды. Барлық тауармен көрсетілетін қызметтердің салыстырмалы құны ақшамен тез анықталады. Ақшалы экономикада етікшіге тек аяқ киімнің әр түрлі құнын ғана білу керек. Кебіс пен алманың немесе кебіс пен ешкінің арасындағы бағаның арақатынасына бас қатырудың қажеті шамалы. Бағбан да етікшілер арасынан алманы жақсы көретіндердің іздеп жүру машақатынан құтылады. Ақшаны бәрі жек көрмейді ғой. Ақшаның мәні осында. Оны жұрттың бәрі және әрқашан алуға бейілді. Өйткені оны бәрі және әрқашан ала береді. Яғни, кез келген сәтте ақшаны кез келген қажет нәрсеге айырбастауға болады. Етікші кебістің төлемі ретінде ақшаны қуана алады.
Өйткені осы ақшаға ол өзіне қажетті нәрсенің, мейлі алма ма, ешкі ме, әлде әйелінен ажырасу ісі ме, бәрін сатып алады. Ақша адамға қарауындағының бәрін қалауындағыдай етіп өзгертуге мүмкіндік беретін әмбебап айырбас құралы. Бұлшық етті миға айырбастауға болады. Әскери қызметтен босаған солдат армиялық жалақысын университеттегі оқуға төлейді. Меншікті адалдыққа айырбастауға болады. Барондар вассалдарына ақы төлеу үшін иеліктегі жерлерін сатады. Денсаулықты сотқа айырбастауға болады. Дәрігер өз ақшасына адвокат жалдайды немесе сот төрешісіне пара береді. Тіпті жыныстық қатынастың өзін жан сақтау амалына айналдыруға болады. Мәселен, 15 ғасырда жезөкше кезекті бір клиенттің астына жатып шығып, тапқан ақшасына католик шіркеуінен индульгенция сатып алды. Ақшаның ең жақсы жағы айырбас жасап қана қоймай, адамдардың өз байлығын сенімді сақтауына мүмкіндік береді. Көптеген құнды нәрселерді босалқы қорда ұстап қалу мүмкін емес. Уақыт та, сұлулық та сақталмайды. Басқа заттар, мысалы, құлпынай өте ұзақ сақталады. Тіпті ұзақ сақталатын заттардың өзі әдетте көп орын алып, ерекше қамқорлықты қажет етеді. Айталық, дәнді жылдар бойы сақтауға болады, бірақ ол үшін қамба керек. Оған қоса оны атжалмандардан, зеңнен, сыздан, өрт пен ұрғардан қорғаштауға тура келеді. Ақша болса мейлі, қағаз түрінде, компьютердегі әлде каури бақалшығы түрінде ме, бәрібір бұл мәселені шешіп береді. Бақалшықтар зеңденбейді, атжалмандарды қызықтырмайды, отқа жанбайды, оларды кез келген жәшікке салуға болады. Әйтсе де байлықты сақтау үшін оны орнынан жылжыту, ілгерілету керек. Жер теліміз сияқты кейбір байлық түрлерін орнынан жылжыту әсте мүмкін емес. Сондықтан да олар жылжымайтын мүлік аталады. Ал бидай әлде күріш түріндегі байлықты орнынан жылжытуға болады. Алайда көп мөлшердегісін қозғау әрине қиындау. Ақшаны білмейтін елде тұратын дәулетті шаруаның шалғайдағы аймаққа барғанын елестетіп көріңізші. Оның байлығы ең бастысы үйі мен күріш егетін алқабынан тұрады. Үйі мен егістігін ол өзімен бірге алып жүре алмайды. Оларды тек бірнеше тонна күрішке айырбастай алады. Бірақ оны бүкіл ел аумағымен тасымалдаудың машақаты мол әрі қымбатқа түседі. Бұл мәселені де ақша шешеді. Өзінің осынау меншігінің бәрін арқалап жүре беруге оңтайлы бір қапшық каури бақалшығына айырбастайды. Сақтау, орнауыстыру және айырбастау оңай болуына байланысты ақша күрделі сауда желілері мен өсімі қарқынды нарықты қалыптастырып, жетілуінде шешуші роль атқарды. Сауда жолдары мен базарлар ақша болмаса, көлемі қарқына азайып, қарапайым ғана құрылым болып қалар еді. Ақша қалай жұмыс істейді? Ақша байлықты сақтап орын ауыстырудың тиімді тәсілі. Жер телімі немесе ешкілер сияқты ауыртпалығы мол материалдық мүлікті шағын әрі оңтайлы нәрсеге, мысалы, каури бақалшығына айналдырады. Бірақ бақалшық ұжымдық қиялымызда ғана құнды болып көрінеді. Олардың құндылығы химиялық құрамына, түсі мен пішіне байланысты емес. Басқа сөзбен айтқанда, ақша материалдық емес болмыс, тек психологиялық конструкция ғана. Қандай бір жолмен материя бұл жерде қиялға айналады. Бұл сонда қалай жүзеге асады? Неліктен адам құнарлы күріш алқабын пайдасыз бір уыс бақалшыққа ауыстырады? Немесе мына жас бикешті қараңыз. Бірнеше жапырақ боялған қағазға бола гамбургер қуырып, 3 тентек баланы бағып күтуге, әлде акциясын айырбастауға қалай келісті? Адамдар ұжымдық қиялдағы нәрсенің бәріне сенім арта отырып, осылай айырбас жасады. Сенім дегеніміз нағыз шикізат. Одан кез келген монета шығады. Дәулеттегі егінші бүкіл мүлкін бір қапшық бақалшыққа айырбастап, басқа провинцияға кетсе, демек ол сол жақтан әлгі бақалшыққа күріш, үй және егістік сатып алатынына бек сенімді. Ақша дегеніміз сенім жүйесі. Бұған қоса, ақша адамзаттың бүкіл тарихындағы өзара сенім артудың баршаға ортақ әрі ең кемел жүйесі. Сенім деген саяси, әлеуметтік және экономикалық қарым-қатынастардың өте күрделі, тіпті бірден пайда болмаған шиеленісінен туған. Кауриға, алтын монеталарға немесе долларға неге сенемін?
Өйткені төңірегімдегілердің бәрі оларға сенеді. Бәрімізде әлдебір валютаға сенім артамыз, себебі оған патшамыз сенеді. Әрі салықты бақалшықпен әлде монетамен жинайды, және абыз немесе діни қызметкеріміз тәп сондай пішінде ғұшыр салығын талап етеді. Әлдегімнің ақшасы жеткіліксіз болса, патша зынданға тастайды, ал Құдай тозақтың азабына салады. Міне сондықтан да ақша дегеніміз сенім. Қаржылық жүйе саяси, әлеуметтік және идеологиялық жүйелермен тығыз сабақтасып жатыр. Саяси оқиғалар қаржылық дағдарысқа алып келіп, қор нарығы брокерлердің көңіл ауанына қарай өсіп не өшіп отырады. Ақшаға сенімді нығайту үшін бұл рөлді күмәнсіз құндылығы бар әлденеге артып отыру керек. Ақша тарихындағы алғашқылардың бірі Шумер арпасы, осыған мықты мысал. Бұл валюта Шумерде шамамен біздің заманымызға дейінгі 3000 жылы алғашқы жазу үлгісі пайда болған кезде тап сол мекенде әрі тап сондай жағдайда пайда болды. Күрделенген әкімшілік қызмет жазу таңбаларын туындатқаны сияқты, қарқынды экономикалық іс-әрекет те алғашқы ақшаны туындатты. Арпа ақша дегеніміз бүкіл тауармен көрсетілген қызмет атаулыға өлшем болған арпа дәнінің белгілі бір мөлшері ғана. Ең басты өлшем белгісі шамамен 1 литр болатын ыдысқа толтыра салған дән еді. Сатып алушы мен сатушы арпаның қажет мөлшерін өлшеп алу үшін сыйымдылығы қалыпты ыдыстар шығарды. Жалақы да арпамен белгіленіп төленді. Мәселен, еркектер айына 60 күш, ал әйелдер 30 күш дән алды. Іс басқарушыға 1200-ден 5000 күшке дейін жалақы берілді. Әрине, ең қомағай адамның өзі соншалықты арпа жей алмайды. Есесіне іс басқарушы әлгіге басқа нәрселерді, май, ешкі, құлдар немесе тағы басқа тағам түрлерін сатып алды. Дән қарапайым құндылыққа ие болғандықтан, оның тауар деп қана есептемей, монетаға айналдыру қиынға түскен жоқ. Мұны түсіну үшін бір жергілікті дүкенге барып, бір қап арпаны беріп, орнына көйлек немесе пицца сатып алуға тырыссаңыз, не боларын ойлап көріңіз. Сатушылар бірден күзет шақыратын болар. Десек те, ақшаның алғашқы бір бейнесі ретінде адамдар арпаға сенім артты, себебі арпаның құны жоғары еді. Адамдар оны жей алды. Екінші жағынан, оны сақтап тасымалдау оңай емес. Өзіндік құндылығы жоқ, әйтсе де тасымалдап, сақтауға өте қолайлы ақшаға адамдар сенім артқан кезде экономикаға жаңа қарқын бітті. Мұндай ақшалар Месопотамияда біздің заманымызға дейінгі 3000 жылында пайда болды. Бұл күміс шекел еді. Күміс шекел монета емес, өлшем шамасы 8,33 грамм болды. Хамурапи заңы бойынша күңін өлтірген жағдайда ақсүйек оның қожасына 20 шекел күміс төлеуге тиіс. Бұл 20 монета санап беру емес, 166 грамм күміс өлшеп беру дегенді білдірді. Көне өсиетте көбінесе монетамен емес, күмістің салмағымен есептеп айырсады. Мәселен, ағалары Йосифті 20 шекелге, яғни 166 грамм күміске әйелдің құнымен тең сатады. Өйткені ол ересек адам емес, әлі бала ғой. Арпадан күміс шекелдің айырмашылығы өзіндік кесімді құндылығы болғаны емес. Оны ішіп жеу мүмкін емес, одан киім-кешек тіге алмайды. Ол өте жұмсақ, еңбек құралдарымен қару-жарақ жасауға жарамайды. Күміс соқа мен күміс қылыш қалтыр қағаздан жасағандай тез майырылып қалады. Алтын мен күмісті тек әшекейлер, тәждер, басқа да мәртебе рәміздерін дайындау барысында пайдаланады. Бұл салтанат бұйымдарын белгілі бір мәдени орта өкілдері қоғамдағы биік мәртебе, жоғарғы лауазым деңгейімен шендестіреді. Яғни, олардың құндылығы таза мәдени сипатта ғана. Таразылардың көпшілігі белгіленген салмағы бар асыл металдан біртіндеп монетаға ауысты. Алғашқы монеталарды біздің заманымызға дейінгі 640 жылдар шамасында Лидия патшасы Батыс Анадолы Алият шығарды. Бұлар кесімді салмағы бар алтын және күміс монеталар болды. Оларға біріншіден, әр қайсысында қанша асыл металл бары, екіншіден, қай билеуші осы ақшаны айналымға қосқаны, әрі оның шынайылығына кепілдік беретіні таңбаланды. Қазіргі монеталардың барлығы дерлік Лидия монеталарының ізбасарлары. Монеталардың таңбаланбаған құймалардан елеулі екі айырмашылығы бар. Біріншіден, күміс құйманы мәмілелер жасау барысында қайта-қайта өлшеуге тура келді. Екіншіден, оны өлшеп алу аз.
көбіне кебіс тіккені үшін төленген құйманың беті күміс буымен апталған қорғасын емес, таза күміс екенін етікші қайдан біледі? Монеталар бұл мәселені шешіп берді. Таңбалар мен жазбалар әр монетаның дәл бағасын көрсетті. Етікшіге шеберханасында таразы ұстаудың қажеті болмай қалды. Ең бастысы, монетада кесімді құнын көрсететін билеушінің немесе куәландырушы мемлекеттік органның мөрі тұрды. Тарихта монеталардың көлемі мен пішіні әр алуан болғанымен, жазбалардың мән мағынасы біркелкі еді. Мен, ұлы патша пәленше, осынау бір кесек металда 5 грамм алтын бар екеніне жеке басыммен кепілдік беремін. Кім-де-кім монетаны қолдан жасаса, менің қолтаңбамның жалған нұсқасын жасағанымен пара-пар, әрі патшаның қадір-қасиетіне залал келтірген болады. Мұндай қылмыс үшін өте қатал жаза тағайындаймын. Міне, сондықтан жалған ақша жасаушыларды аяусыз жазалады. Олардың қылмыстары кез келген алаяқтық түрінен ауыр саналды. Бұл жай алдау емес, мемлекеттік қылмыс, билікке, оның мәртебесіне және билеушінің абырой беделіне нұқсан келтіру бабына жатқызылады. Ұлы ағзамның ар намысына қол сұғу деп заңда атап көрсеткен әрекеттің бәрін азапты өлім жазасына кесті. Адамдар монетаны билікке және билеушінің адалдығына сенімі жоғалғанша қабылдады. Бір-бірімен бейтаныс жандар Рим динарының бағасына байланысты дау-дамайсыз келісімге келді. Өйткені олар ақшада аты мен портреті бейдерленген императордың күші мен құдіретіне сенді. 20-шы сурет. Тарихтағы ең көне монеталардың бірі. Біздің заманымызға дейінгі 7-ші ғасыр ортасында Лидияда жасалған. Сондай-ақ императордың билігі де динарға арқа сүйеді. Ақшасыз Рим империясын көзге елестетіп көрейікші. Император бидаймен, арпамен салық жинап, шенеуніктер мен солдаттарға солармен ақы төлесе не болар еді? Сириядан арпа жинап, осынау қорды Рим қазынасына тасып әкелу, содан апарып Британияда жалақы күтіп жатқан легионға ақы төлеу әсте мүмкін емес еді. Сол сияқты алтын монеталарға тек Рим тұрғындары ғана сеніп, галдар, гректер, мысырлықтар мен сириялықтар оны місе тұтпай, каури бақалшақтарын, піл сүйегінен жасалған моншақтарды, әлде орама маталарды ғана қолданса, империяны басқару одан бетер қиын болар еді. Алтын інжіл. Рим монеталарына сенімнің күшті болғаны сонша, империядан тысқары жерде де адамдар динарды төлемге құлшына қабылдады. Біздің заманымыздың 1-ші ғасырына таман нарықтан мыңдаған шақырым қашықтықтағы Рим әскерлерін ешқашан көрмесе де, Рим монеталары Үндістан базарларында мойындалған айырбас құралына айналды. Үнділер оған бедерленген император сұлбасына әбден көз үйретіп алып, жергілікті билеушілер өз монеталарын соға бастаған кезде Рим императорының бейнесін айнытпай салуға дейін барды. Динария сөзі монеталардың жалпы атауына айналды. Мұсылман халифтері оны араб тілінің әдібіне қарай динар деп атады. Тіпті динар әлі күнге дейін Иорданияның, Ирактың, Сербияның, Македонияның, Тунистің және тағы басқа елдердің мемлекеттік валютасы. Лидия монеталарының ізбасарлары бүкіл жер орта теңізі мен Үнді мұхиты жағалауындағы елдерге таралып жатқан шақта, Қытай өзінің ақша жүйесін, қола монеталар мен бедерленбеген күміс және алтын құймаларын ойлап тапты. Осынау екі дербес жүйенің ортақ нәрселері көп еді. Екеуі де алтын мен күмістің құндылығын мойындады. Сондықтан да Қытай мен Лидия аймақтарының арасында берік коммерциялық, соның ішінде қаржылық байланыстар орнады. Мұсылман және Еуропа саудагерлері, сондай-ақ өзге аймақтарды жаулап алушылар Лидия жүйесі мен алтын інжілді жердің ең шалғай түпкірлеріне дейін жеткізді. Соның нәтижесінде бүкіл әлем бірегей қаржы аймағына айналды. Әуелі айналымда алтын мен күміс, кейінірек сенімді саналған валюта, мысалы ағылшын фунты мен ақш доллар жүрді. Діни ұстаным мен мәдени ортаға мойынсұнбайтын халықаралық бірегей монеталық жүйенің пайда болуы Афро-азиялық аймақты, содан соң бүкіл ғаламшарды ортақ экономикалық және саяси жүйеге біріктірді.
Адамдар әр тілде сөйлеп, алуан билеушілерге бағынғанымен және әртүрлі құдайларға табынғанымен алтын мен күміс монеталар бәрінің сеніміне кірді. Мұндай ортақ сенім орнамайынша жаһандық сауда жүйелері құрылмас еді. Конкистадорлар Америкадан алып келген алтын мен күміске Еуропа саудагерлері Шығыс Азиядан жібек, фарфор мен дәмдеуіштер сатып алды. Бұл Еуразияның да, Азияның да экономикалық өрлеуіне ықпал етті. Мексика мен Андтың алтын мен күмісінің түгелге жуығы еуропалықтардың уысынан өтіп, Қытайдың жібек пен фарфор саудашыларының әмиянына шөгіп қалды. Қытайлар да Кортестің жолдастары сияқты жүрек кеселіне шалдықпағанда, төлемге алтын мен күмісті алудан бас тартқанда, әлемдік экономика қалай дамыр еді? Неліктен қытайлар, үнділер, арабтар, испандар, аса алуан текті, ешқашанда бір-бірімен келісімге келмеген мәдени орта өкілдері алтынға бірдей сенім артты? Неге испандар алтынға, арабтар арпаға, үнділер каури бақалшығына, ал қытайлар бір орам жібекке ғана сенім артатындай ахуал қалыптаспады? Жауабын экономистер біледі. Екі өлкенің арасында сауда-саттық жүре бастаған бойда импортқа шығатын және экспортталатын тауарлар бағасын сұраныс пен ұсыныс реттейді. Мұның қалай өтетінін түсіну үшін ойша сынақтама жасап көрейік. Үндістан мен жерорта теңізі елдері арасында тұрақты айырбас сауда орныға бастаған кезде үнділерді алтын қызықтырған жоқ. Басқаша сөзбен айтқанда, олар үшін оның түк құны болғаны емес деп ойлайықшы. Ал жерорта теңіз жағалауының тұрғындары үшін алтын жоғарғы мәртебенің рәмізі еді. Сондықтан оның құны өте жоғары болды. Бұл қандай жолдарға жетеледі? Үндістаннан жерорта теңізі елдеріне және кері қарай тауар тасыған саудагерлер алтын бағасындағы айырмашылықты тез аңғарды. Оңай дәулет жиып шапшаң баю үшін олар алтынды Үндістаннан арзанға сатып алып, жерорта теңізі жағалауына қымбатқа сата бастады. Соған сәйкес, Үндістанда алтынға сұраныс қарыштай өсіп, яғни бағасы көтеріліп, ал жерорта теңізі елдерінде сұраныс қанағаттандырылғандай күйге жетіп, баға төмендеді. Жерорта теңіз алабында да, Үндістанда да өте шапшаң түрде сары металға бірдей баға қалыптасты. Тіпті үнділер алтын пайдалануды әлі үйренбегеннің өзінде, оның жерорта теңізі елдеріне сұранысқа ие екені жөніндегі дерек Үндістандағы бағаны көтеріп жіберуге жеткілікті еді. Тап сол сияқты өзгелердің каури бақалшығына, долларға немесе электронды цифрға сенімі тіпті сол адамдарды басқа сенімдердің бәрін жек көріп, өшпенділікпен немесе келемежбен қарасақ та, біздің әлгі валютаға сенімімізді нығайта түседі. Христиандар мен мұсылмандар діни негізде бір-бірімен жауласқанымен, ақшаға келгенде ортақ сенім ұстанды. Дін бізден әлденеге сенуді, ал ақша өзге адамдар әлденеге сенетініне нануды талап етті. Талай ғасырлар бойы философтар, ойшылдар мен пайғамбарлар барлық пәленің басы көріп, қайткенде де ақшаны кемсітуге тырысты. Шынтуайлап келгенде, ол тағаттылықтың ең жоғарғы көрінісі. Тілге, заңдарға, мәдени кодтарға, діни сенімдер мен қоғамдық салт санаға қарағанда, ақша ойлау жүйесінің мейлінше ашық болуын қажет етеді. Ақша адамдар жасаған бірде-бір сенім жүйесі. Ол кез келген құз шыңырауға көпір салып, дініне немесе жынысына орай, нәсіліне, жас ерекшелігіне немесе сексуалдық қалауына бола кемсітуді білмейді. Бірін-бірі білмейтін әрі бір-біріне сенім артуға ешқандай негіз жоқ адамдар ақшаның арқасында тиімді қызмет атқарса алады. Ақшаның бағасы. Ақшаның негізінде екі әмбебап қағида жатыр. Бірінші, әмбебап айырбас. Сиқырлы тас сияқты жерді сенімге, әділетті денсаулыққа, тұрпайы күшті білімге айналдыра алады. Екінші, әмбебап сенім. Ақша кез келген екі адамның қандай да бір жобаны атқару барысында ынтымақтаса жұмыс істеуіне мүмкіндік беретін делдалдық рөл атқарады. Осы ұстанымдар миллиондаған бейтаныстың өндіріс пен сауда ісіне тиімді қатысуына жәрдемдесті. Бірақ бұл қағидалардың теріс жағы да бар. Бәрі барлығына айырбасталып, ал сенім баянсыз монеталарға немесе балшықтарға ғана сүйенген кезде жергілікті дәстүрлерді,
етене байланыстар мен адами құндылықтарды жегідей жеп, бордай тоздырады да, оның орнына сұраныс пен ұсыныстың аяусыз заңын орнықтырады. Адамзат қауымдастығы ең алдымен отбасы, әрқашан абырой, адалдық, адамгершілік пен сүйіспеншілік сияқты материалдық емес құндылықтарға сену арқылы құралады. Оларды базардан таба алмайсың. Ақшаға сату да, сатып алу да мүмкін емес. Нарық қандай баға ұсынса да, кейбір заттарды сата алмайсың. Ата-ана баласын құлдыққа сатуға тиіс емес. Құдайға сенетін христианин ауыр күнә жасаудан қашу керек. Рыцарь еш уақытта билеушісін сатпайды. Жерді де ешқашан бөгделерге бермейді. Ақша әрқашан осынау кедергілерді төңкеріп тастауға тырысты. Бөгетті жарымшылаған қызыл судай олардың арасынан өтіп кете берді. Ата-ана ашаршылық пен жоқшылықтан тарыққан балаларын аман сақтап, асырау үшін біреуін құлдыққа сатты. Құдайына құлай сенетін христиан кісі өлтірді, ұрлық қылып алаяқтық жасады, ал тапқан ақшасын күнәсін жою рәсіміне жұмсады. Даңғой рыцарьлар өз адалдығын көбірек ақша төлегендерге сатып, сол ақшаға өз сарбазының адалдығын сатып алды. Көсемдер де тайпаның жерін шет шалғайдан келген бөгделерге сатты. Жаһандық экономикаға қосылуға жанталасты. Ақшаның бұдан басқа да күңгірт жағы бар. Ол әрине бейтаныстар арасындағы сенім қалыптастырады, бірақ адамға, қоғамға, қасиеттілік пен құндылықтарға емес, ақшаның өзіне сенім артты. Мына біз ақшаға, көршіге әлде бөгдеге емес, көз арбап, көңіл көншіткен ақшаға сенеміз. Туған туысқан мен көрші көлемнің, дін мен мемлекеттің арасындағы бөгетті ақша шайып кететіндіктен, бүкіл әлем ауқымы да аяусыз базарға айналады. Сондықтан да адамзаттың экономикалық тарихы өте шетін нәрсе. Ақшаның көмегімен адамдар алыстағы әрі танымайтын серіктесімен ынтымақтастық орнатады. Бірақ сол ақша негізгі құндылықтар мен риясыз қарым-қатынасты бұзуынан қорқады. Яғни адамдар бір қолымен ақша қозғалысымен бүкіл әлемдік сауданы әлі де тежеп тұрған бөгетті жояды, ал екінші қолмен елді, дінді, немесе экологияны нарықтың жойқын күшінен қорғайтын бөгесіндер тұрғызады. Бүгіндері нарықтың түбегейлі жеңгеніне сену салтқа енген. Корольдер, діни қызметкерлер немесе қоғам тұрғызған бөгеттер ақшаның тегеурініне төтеп бере алмайды. Бірақ бұл сенімнің өзі алаңғасарлық. Қатал басқыншылар, діни фанаттар мен жауапты азаматтар қайта-қайта есепқор саудагерлердің мысын басып, экономикалық үдерістерге ықпал етудің жолын табуда. Сондықтан адамзаттың бірігу үдерісіне тек экономикалық көзқарас тұрғысынан қарауға болмайды. Мыңдаған бытыраңқы қоғамның біртіндеп қазіргі бүкіл әлемдік жатаққа айналуын түсіну үшін алтын мен күмістің рөлін ескеру қажет. Әйтсе де мән маңызы бұлардан кем емес, болаттың рөлі туралы ұмытуға болмайды.